Қайырлы күн құрметті оқушылар, бұл бізде 70 күнде 140 есеп жобамыздың 65-ші күні. Біз кеше күннен бастап мына химиялық тепе-теңдікке қатысты есептерді қарап жатқанбыз. Бүгін енді екінші типі. Бізге кешегі реакция, бірақ мына жерде концентрация, бастапқы концентрация берілген. Реагенттердің бастапқы концентрациялары берілген. Енді бізде мына өнімнің тепе-теңдіктегі концентрациясы бар. Осындай жағдайда тепе-теңдік орнат дейді. Реакцияның тепе-теңдік константасы және реагенттердің тепе-теңдік концентрацияларын табу керек. Қарасақ кешеге ұқсайтын сияқты, бірақ сөздерге көңіл бөліңіздер. Мына жерде бастапқы концентрация деп айтып тұр. Кеше тепе-теңдік концентрациясы деп айтқан. Мына жерде тепе-теңдік концентрация, енді бұл кешегімен ұқсас. Енді бізден нені сұрап отыр? Бастапқы концентрация, тепе-теңдіктегі концентрацияны тап деп отыр. Онда қалай жасаймыз? Ең бірінші теңдеуді жазайық. 2NO плюс O2, 2NO2. Бұл әдеттегі стандартты есеп. Бізде мынаның бастапқысы NO-нікі 0,24 дейді. 0,24. Ал O2-нің бастапқы концентрациясы 0,18. Мынаның бастапқысы 0. Ал енді қанша жұмсалған дельтасы бізге белгісіз. Тепе-теңдіктегі концентрация NO2-нікі бар, өнімдікі бар. Енді бұндай есептерде бұл стандартты жағдайда үнемі осылай өнімдегі затты береді. Өнімдегі затты. Ал енді кешегіден біз білеміз, мына өнімде қанша бар, онда демек мынаның осынша мөлшері ол түзілді. Түзілген мөлшері 0,14. Кешегі есеппен ұқсайтын жері осы. Ал енді мына басқаларын біз мына коэффициент арқылы анықтаймыз. 2-де 2, яғни мына 0,14 түзілу үшін онда мынадан 0,14 жұмсалу керек деген сөз. Мынау жұмсалған концентрация. Неге 0,14 десек, коэффициенттер бірдей, мынау 2-де 2 болып тұр. Ал мына жерде коэффициент 1. 2-де 1 деген сөз, оның жартысындай жұмсалу керек деген сөз. Онда 0,14 түзілу үшін 0,7 жұмсалу керек. Енді тепе-теңдікте қанша? Бастапқысы 0 бар, оның мынанша мөлшер жұмсалып кетті, онда қалғанын табу үшін мына тепе-теңдіктегі азайтамыз. Бастапқыдан азайтамыз. Сонда 0,24-тен 0,14 азайсақ, 0,1 қалады. 18-ден 7 азайтсақ 0,11 қалады. Болды, тепе-теңдік концентрациямыз 0,1 және 0,11 деген жауаптар дұрыс екен. Енді тепе-теңдік константасының мәні неге тең? К тепе-теңдік, бұл кешеге қарағанда оңайырақ, Сонда мына NO2-нің концентрациясының квадраты бөлеміз NO-ның концентрациясының квадраты бөлінген O2-нің концентрациясы. Өнімнің реагенттерге қатынасы. Енді орнына сандарын қояйық. 0,14-тің квадраты, оны бөлеміз 0,1-дің квадратына, оны тағы бөлеміз 0,111-ге. Енді мәндерін орнына қойып көрейік. 0,14-тің квадраты бізде 0,10,196. Оны бөлеміз 0,1-ге, тағы да бөлеміз 0,1-ге, 1,96, оны бөлеміз 0,11-ге. Сонымен жуықтағанда 17-де 8 шығады екен. 17-де 8 бұл тепе-теңдік константасының мәні. Болды, сонымен дұрыс жауабымыз 17-де 8, 0,11, 0,1 екен. Сонда бұл жерде қарасаңыздар, тағы да біз өнім арқылы, өнімнің тепе-теңдіктегі концентрациясы берілсе, онда ол осынша түзілді деп, басқалар қанша жұмсалғанын тауып, мына бастапқыдан сол жұмсалғанды азайтып, тепе-теңдік концентрацияны табады екенбіз. Бұл есептерде енді С деңгейлі болғанмен оңай есептер. Енді әдеттегідей өздеріңізге бір есеп беріледі. Бұл есепті өздеріңіз шығарып, жауаптарын белгілеп көріңіздер. Енді бізде 70 күніміздің соңғы 5 күні қалды. Алла жазса, енді біздің оқушылар есептен ешқандай қинала қоймас деп ойлаймын. 70 күнде біз қарастырмаған тақырыптар өте сирек. Ең күрделі деген тақырыптардың барлығын қарастырдық. Енді алдағы аптада бізде практикалық басталады, яғни практикум 10 күндік практикум басталады. Бұйырса сол практикумда кездескенше. Аман сау болыңыздар. Ертеңгі есепте жүздескенше.